Армысыздар қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Мынау Wall Street журналындағы, Wall Street газетіндегі, мынау газеттің аты The Wall Street Journal, сұмдық ақпаратта сіздерге аударып отырып жариялап жіберейік. The Ukraine Crisis, Украина кризисі, Senate House back oil ban on Moscow. Бұл енді өте таңғажайып ақпарат, Міне, бұл ақпаратта айтуынша, заң жасаушылар also wants a trip Russia with its most favored nation trade status over war дейді. Заң жасаушылар Ресейдің ерекше пайда көретін мемлекет статусын соғысқа байланысты алып тастау туралы шешім шығарды. Бұл осы мақала Senate House back oil ban on Moscow, жазушы Элиза Коллинс. Washington'dan беріп отырған хабары. The House and the Senate passed the bill stripping Russia with its most favored nation trade status and approving a ban on Russian oil imports to punish Moscow over its invasion of Ukraine, sending the bills to the president's desk. Бұл өте таңғажайып ақпарат, сіздерге енді аударайын. Бұл жерде екі мәселе тұр. Біріншісі, Ресейдің өте пайда көретін, өте тиім пайда көретін елдерді қатарынан алып тастады. Ол қандай ел? Мынау даму үстіндегі елдерді осы экономикасы өссінші, адам болсыншы, бұлда бір шер аскер киімге жарысыншы деп, сол елдерді экономикалық жағынан өсіріп, дамытып, ары қарай сол елдерді біртіндеп демократияға бейімдеу үшін жасалған халықаралық бизнестегі саясиланған бір бизнес келісім шарты. Бұл келісім шарттың толық аты жөнін әлгінде айттық. Бұл most favored nation status. Бұл бұндай мемлекеттердің қатарында бұрын Қытайда болған алып тастады, енді Ресей болды алып тастады. Себебі бұл елдерден кіретін тауарларға салық кемітіледі. Сөйтеді, мысалы, мен мына жерде ішіп жүрген Ресейдің қымыздары бар ғой, кумус деп жазылған. Башқұрттар ма, қырғыздар ма өндіреді, мүмкін Ресейдің қазағы өндіреді. Сол қымыздар, мүмкін доғайлар Америкаға салықсыз кіреді. Тағы басқа Ресейдің арағы, водкасы, жүзім шараптары, тағы басқа Ресейдің бір өте сирек тауарлары болады. Енді ондай бір Ресейдің тауарына да мұқтаж емес, бірақ сол тауарларының барлығын жаңағы салықсыз кіргізеді, немесе өте тиімді салық алады. Енді осы статустан алып тастады. Бұл Ресей үшін алғанда үлкен соққы. Бір. Екіншісі, ойл мен газ туралы Американың Конгресі мен Сенаты міне бір ауыздан қабылдап, Ресейден бірде бір ойл мен жаңағы газды импорттап қабылдамаймыз деп, енді оны Байденнің үстелінің үстіне қойды дейді. Ал бұл жерде бұдан қандай жаңалық шығады? Байденнің бұдан бұрынғы Ресейдің мұнай мен газына, мұнайды ойлды кетіппін ғой, мұнай мен газына салған тиімі, ол тек әкімшілік әмір, әкімшілік жарлық, немесе президенттің жарлығы есебінде. Ол заң емес. Ал бұл жолға Американың бұл заңы қабылданатын болса, ол кәдімгі заң болып қалыптасады да, Америка өмір бақи енді қиямет қайымға дейін Ресейден және мұнай және газ өнімдерін алмайтын болады. Бұл деген сөз, бұны енді заңдастырады. Келесі жолы президент мейлі жаңа кім бола ма, Байден бола ма, болмай ма, жоқ, одан басқа республикашылдар бола ма, Ресейге бүйрегі бұратындар бола ма, немесе Ресей менен бір мәлім бір амыраға келу үшін бола ма, заңды өзгерте алмайды. Америкада заңды өзгерте алмайды. Заңды өзгерту үшін жаңағы бәленбай 100 Сенат пен Конгрестің адамы жауап беруі керек. Міне бұл Американың Ресейге беретін ең соққысы. Тіпті Ресеймен ендігер ымыра жоқ. Мұнайыңда, газыңда құрысын, заң жүзінде қабылдап тастайды. Ал енді бір жағымды жаңалық. Иран мен Венесуэламен келіссөздер жүріп жатыр. Енді Ресейдің мұнайына деген мұқтаждықтың барлығын Иран және Венесуэла арқылы шешеді. Тіпті алдағы уақытта Иранның мынау 40 жыл бойына салған санкцияларды кемітіп, Ресейдің одақтасы ретінде Ресейдің бауырына кіріп алған ирандарды қайтадан санкциядан босатып, Иранның арзан мұнай газы арқылы Еуропаны қамдауға кірісу мүмкін. Ал Американың өзінің мұнайы мен газы болса да, мысалы Рокфеллер мұнай мен газды ашса да, енді ары қарай олар мына Венесуэланың мұнайынан алады. Себебі өздерінікін запасқа сақтап отыр. Демек,
Бұл да халықарадағы үлкен геосаяси жағдайдағы міне бұғанға дейін шектеуден шектеу, санкциядан санкцияның астында жатқан Венесуэла мен Иран азаттыққа шықса, бұл да олардың Ресейді оқшаулау, Ресейді жалғыз қалтырудағы үлкен бір нәтижесі деп ойлауға болады. Міне, әсіресе өте қуанышты жағдай Ресейдің статусын алып тастау, жаңа саудада өте тиімді елдер қатарына жататын статусын алып тастауы. Екіншісі, Ресейдің мұнай мен газына заң жүзінде тиым салатын мұндай жобаның қабылданып президентке ұсынылуы бұл өте сұмдық соққы. Яғни бұл Путиннің төбесінен атом бомба жарғанмен бірдей соққы болып тұр. Ал қазір Жапонияның өзі Ресейден алатын көмірге тиым салып тастады. Өте көп жағымды жаңалықтар бар. Бүкіл Еуропа елшіліктерін қуып жатыр. Орыстар барлық жерде қақпайға ұшырап жатыр. Олигархтардың бүкіл заттары, үйлері күннен күнге жаңа жасырын туыс туған анау мынаудың атындағылардың бәрі тәркіленіп жатыр. Украинаға қару күннен күнге мол берілуде, Украин тіпті де алған үстіне ала түс әкел деп жатыр. Тіпті енді Украинның жаңағы әуе кеңістігіне жаңа кешегі лекциямызда аударғандай кәдімгі С-300 беріліп отыр Словакиядан. Енді Украина сол Мәскеудің өзін тасталқан қылатын қуатқа ие болып тұр. Ал Ресей Украинаға ештеңке де істей алмайды. Жақсы, қалың елім қазағым, қысқа нұсқа ақпаратымызды осымен тәмамдаймыз. Тағы басқа газеттерімізді оқи жатсақ аударып жариялаймыз. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, аман сау болыңыздар.